Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздермен prepositionдер туралы айтқым келеді. Preposition дегеніміз именно уақытқа байланысты prepositionды айтқым келеді. Inді айтатын болсақ, мысалы, in айларды қолданған кезде және жылдарды қолданған кезде in қосымшасы көмекке келеді. Мысалы, in September, in July, in summer, in 2017 деген кезде in қосымшасын қолданамыз. Ал енді on қосымшасы қай кезде қолданады? On қосымшасы күндерді айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, on Monday, on Sunday, on Tuesday morning деген кезде onды қолданамыз. At дегенді, at қосымшасын негізінен уақытқа байланысты қолданамыз. Мысалы, біз сағатты айтқан кезде at 7 o'clock, at midnight, at lunchtime, at night деген кезде at қосымшасын қолданамыз. Ал to дегенді, to қосымшасын бір жаққа бағыт алғанда, яғни направление болған кезде қолданамыз. Ол қандай кезде? Мысалы, мектепке барамын. I go to school, I go to work, I go to university деген сияқты бағытты айтқан кезде қолданамыз. Достар, пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Bye.